Сфералық айналар сфералық айна көмегімен кескін алу тақырыбындағы жетте екінші жаттығудың 1-ден 4-ке дейінгі тапсырмаларының шешімдері 191 бетте. Бірінші тапсырмада берілгені дөңес айнаның жорамал фокусының орны да, ойыс айнаның фокусының орны да біртүрлі теңдеумен анықталатынын дәлелдеңдер деп берілген. Бұған жауап ретінде сфералық айналар үшін фокус орны, фокус қашықтығы F, геометриялық жолмен параксиалды сәулелер, негізгі оське параллель және оське жақын сәулелер үшін қарастырылады. Екі айнада да, ойыс айнада да және дөңес айнада да қисықтық радиустары R бірдей болғанда, фокус орны бірдей теңдеумен анықталады. F тең R бөлінген 2-ге. Олай болса, таңба конвекция бойынша ойыс үшін F үлкен 0-ден, дөңес үшін F кіші 0-ден болады. Екінші тапсырмада берілгені диаметрі 0,5 метр сфераны тең 2 сегментке жарты сфераға бөліп, 2 сфералық күн концентраторын жасау үшін олардың ішкі бетін қаптайтын қабырғалары 3 см және 5 см жазық шаршы квадрат айналар қолданылады. Әр концентраторға қанша жазық айна керек болатынын есептеңдер. Біз есептің шарты бойынша берілген жаза аламыз. Диаметрді Т тең 0,5 метр. Енді бізде 2 сфераға бөліп, оның біреуін 3 см болатын шаршымен немесе квадраттармен қаптайды. Сондықтан да оның ені А тең 3 см-ге, екінші шаршының ені тең В тең 5 см-ге деп алдым. Және екеуіне 2 бөлік болған кездегі қанша жазық айна керек болатын есептеңдер дейді. N1 және N2 деп сұрақ белгісін қойдым. Бұл жағдайда біз есепті шығару үшін ХБЖ-ны қолданамыз. 3 см-ді метрге және 5 см-ді метрге айналдырамыз. Сонда 0,103 метр, 0,105 метр. Есепті шығару үшін бізде диаметрі берілген сфераның D тең 2R-ға, егер R табатын болсам, D бөлінген 2. Енді сфераның ауданы бізге 4πr квадратқа тең. Ал 2 бөлікке бөлінгендіктен оның жарты сфера 4π бөлінген R квадрат 2-ге бөлініп, сонда 2πr квадратқа тең. Жарты сфераның ауданы табатын болсақ, орнына мәндер қоямын. 2 бөлген 3,14, бөлген 0,25-дің квадраты бізде диаметр 5 метр 0,5 метр болғандықтан, оның жартысы радиус 0,5 метр деп бөліп жіберсем 0,25-ге, сондықтан оның квадраты. Сонда тең болады екен 6,28-ді көбейтем 0,10,625-ге. Сонда бізде 0,3925 метр квадрат бұл жарты сфераның ауданы шығады. Енді бізде жарты сфераның біреуін қабырғалар 3-ке тең болатын, 3 см-ге тең болатын, немесе 0,103 метрге тең болатын квадратпен қаптау керек. Сондықтан оның ауданын тауып аламын. Квадрат болғандықтан шаршының квадраты S1 тең А квадрат, 0,103-дің квадраты 0,0009 метр квадратқа тең. Енді келесінің екінші сфераны, жарты сфераны 5 см-ге тең болатын жазық шаршы квадрат. Бізде оны біз 0,105 метр деп алдық. Бұл жерде екінші аудан табамыз шаршының. Сонда S2 тең V квадрат тең 0,105-дің квадраты. Ол 0,0025 метр квадратқа тең болды. Енді қанша жазық айна керек болатын тау үшін жарты сфераның ауданын бірінші 3/3 размері 3/3 болатын S1 ауданға бөлемін. Сонда 0,3925 метр квадратты 0,009 метр квадратқа бөлетін болсам 436 шығады. Бізде 436 жазық айна керек екен. Және екінші жарты сфераны размері 5/5 болатын, немесе S2-ге бөлетін болсақ шаршы квадратқа, сонда N2 тең S жарты сфераны бөлеміз S2-ге.
3925 метр квадратты бөлеміз 0,0025 метр квадратқа, сонда 157 шығады. Бұл 157 дана бізге жазық айна керек деген сөз. Олай болса жауабында әр концентрға әр размеріне қарай 3/3 болған кезде 436 дана жазық айна керек, ал 5/5 болған кезде размері 157 дана айна қажет болады екен. Үшінші тапсырмада берілген ойыс айнаға негізделген концентратормен жұмыс жасайтын күн электр станциясының сызба жобасын жасаңдар, оған қажетті қондырғыларды қысқаша сипаттаңдар деген. Біз мына жағдайда осыған байланысты сызба жобасын келтірдік. Күннен шығатын энергия, оны фокусқа түскен кездегі жұмыс жасайтын генератор, турбина және генератор электр энергиясын өндіретіндігі жөнінде. Келесі бұның түсіндірмесі келесі бетте. Қажетті негізгі қондырғылар және қысқаша сипаттамасы. Параболалық ойыс айна, концентратор, күн сәулесін 500 000 есеге дейін фокустайды. Әдетте шыны немесе металл бетімен қапталған. Қабылдағыш фокус нүктесіне орналасқан қара түсті құбыр. Мұнда сұйықтың термиялық май, тұз ерітіндісі 300 және 500 градусқа дейін қысады. Үшінші жылу алмастырғыш және бу генераторы ыстық сұйықтың суды буға айналдырады. Төртінші пар турбинасы қосылған генератор және бу турбинаны айналдырып генератор арқылы электр энергиясын өндіреді. Бесінші конденсатор және суыту жүйесі бу салқындап суға айналады және қайта айналымға түседі. Осыған қосымша жүйелерді айтатын болсақ, күнді бақылау жүйесі айна күнді үздіксіз бағыттайды. Жылу аккумуляторы қажет болғанда түнде жұмыс істеу үшін. Үшінші басқару және қорғау автоматикасы. Төртінші тапсырмада күн концентраторы мен су жылытатын қарапайым қондырғының сызба жобасын жасап, тұрмыста қолдана алатын моделін мектеп шеберханасында құрастырыңдар дейді. Бұған біз қарапайым күн концентраторы мен су жылытатын қондырғының тұрмыстық моделін ұсынамыз. Бұл өз қолыңызбен жасайтын модель. Күн энергиясын пайдаланып су жылытатын ең қарапайым және тиімді жүйе. Қазақстанның оңтүстігінде, Қызылорда сияқты күн көп болғандықтан күніне 40-70 градус ыстық су алуға болады. Өйткені күн мұнда қызады. Шатырға немесе бақшаға орнату ыңғайлы, электр қуатын қажет етпейді, табиғи циркуляция арқылы қолданылады. Негізгі қондырғылар және материалдар жалпы бағасы 150-150 мың теңге шамасында қолдануға болады. Жаңағы біз айтылып жатқан күн энергиясы арқасында су жылытатын турбинаны жасау алды. Қондырғыны су жылытатын қондырғы. Бұл бізде күн өте жақсы, көп түсетін жерлерде жасауға болады қарапайым қолмен. Бұл жерде мынау күннің энергиясын қабылдайтын нәрселерді қазір біз осы сызбадағы суреттегі нәрселерді түсіндіріп өтеміз. Жаңа бізде параболалық ойыс айна, концентратор, ескі спутниктік антенна, диаметр 1,5-2 метр немесе картоннан, фанерадан жасалған парабола. Оның бетін біз жылтырағыш фольгамен немесе алюминий фольгамен жапсырамыз. Қара түсі абсорбер құбыр, мыс немесе болат құбыр, ұзындығы 1-2 метр, диаметр 15-20 мм, сыртын қара матви бояумен бояймыз. Күнді жақсы сіңіру үшін. Үшінші су жинақтау ыдысы, резервуар, 50-200 литр пластик немесе металл бочка жоғарыға орналастырамыз. Төртінші құбырлар мен фитингтер, жылуға төзімді шланг немесе ПВХ құбырын клапандарын қолдану болады. Қосымша трекстен айна күнді қарайтында бұрылады. Қауіпсіз тор құбыр ыстық болады. Өйткені күнді қабылдағандықтан ол ыстық болып тұрады. Енді бұл су жылытатын құбырымыз қалай жұмыс істейді? Біз сызбаға қарап отырып айтатын болсақ, күн сәулесі айнаны шағып, фокус нүктесінде қара құбырды қатты қыздырады. Су құбырын ішіне жылжиды, қызады, жеңіл болғандықтан жоғары көтеріледі, резервуарға барады. Су төменнен автомат түрде толады. Күн батқан соң ыстық су ыдыста сақталады. Үйде қалай жасаймыз?
Енді үйде жасайтын қадамдар: бірінші, спутникті антеннаны табыңыз, немесе фанерадан парабола пішін кесесіз. Бетіне шағыстырғыш фалгыдан тегіс жапсырасыз. Фокус нүктесін айнадан 50-70 см қара құбырды орнатып, екі жағына тірекпен ұстаңыз құбырды. Суық су кіретін және ыстық су ағатын шлангыларды қосыңыз. Резервуарды 1-1,5 метр биіктікке қойыңыз. Күн шыққанда айна күнге қарай бұрыңыз. Күн сайын осылай жасап отырасыз. Бұл су құбырының бізге тигізетін пайдасы: электр немесе газсыз ыстық су душқа, жууға, шай қайнатуға болады. Тұрақты күнде 100-200 литр суды 50-60 градусқа дейін қысады. Экологиялық таза, шығын аз. Ескерту: құбыр өте ыстық, 100 градусқа дейін болуы мүмкін. Балалардан аулақ ұстаңыз және қорғаныш тор қойыңыз.